Сәлем достар, сіздермен бірге кітаптар әлемі жобасы, мен Салтанат Әбдіғали. Бүгін сіздердің назарларыңызға Наурызға байланысты жекелеген халықтық салт дәстүрлерге тоқталып өтеміз. Мәліметтер Асма Қалыбекованың Қазақ халық тәрбиесінің асыл мұрасы кітабынан алынды. Наурыз күні. Наурыз жаңа күн деген мағынаны білдіретін парсы сөзі. 22 наурызда басталады деп есептелетін наурыз шығыс халықтары үшін қашанда ең басты мереке болған. Наурыз табиғаттың жаңаруы, наурыз көктем мерекесі. Халық үшін ұлыстың ұлы күні, күн мен түннің теңелуін қазақтар жаңа жылдың басы деп санайды. Қыдыр ата. Қыдыр, Қызыр ата, қасиетті қарт, халық қамқоршысы. Ол бақыт пен игілік табыс әкеледі, қорғайды, сонымен қатар өмір сыйлайды. Наурыз күні ол барлық жерді аралап, әрбір үйге кіріп, тұрғындардың бәріне батасын береді. Сол себептен оны әрбір үй іштей және сырттай тазарып күтумен болады. Бұл күні ағаш отырғызып гүл егіледі. Наным бойынша ондай үйлерге Қыдыр ата міндетті түрде келіп батасын береді. Наурыздың алғашқы күндерінің бірінде қазақ халқының нанымы бойынша жердің бетінен ерекше бір гуіл жүреді. Білетін адамдар мұны жұмақтан шыққан қойлар бірінші болып сезеді. Оларды баққан қойшы да байқайды дейді. Мұндай күні бүкіл табиғат, жан-жануарлар, адамдар жандана түседі. Бұл күні шаш алуға, тырнақ алуға болмайды, әйтпесе сал болып қаласың дейді. Айналадағы жан иесінің бәрі әзден кейін ғана ерекше күш қуатқа ие болады. Халықта мынадай қанатты сөз бар: әз болмай, мәз болма. Наурыз көже. Наурыз көже дәстүрлі жаңа жылдық тағам. Бұл мейрам күндерінде ас мол дайындалады. Келер жылда молшылық, құт береке болсын деген тілектің көрінісі. Наурыз көже деп аталатын ғұрыптық асты дайындауға зор мән беріледі. Оның құрамына міндетті түрде 7 дәм қосылады. Наурыз көже ұлттың қонақжайлығы мен жомарттығының көрсеткіші іспетті. Наурыз бата. Халықта батаның түрлері көп. Соның бірі осы наурыз бата. Наурызнама өткізгендерге, осы күнге арнап, наурыз көжеге шақырғандарға, тойда өнер көрсеткен ақын, әнші, палуандарға, тағы басқа өнерпаздарға, жас талапкерлерге, ақсақалдар мен әжелер, ел ағалары бата береді. Бата жалпы жұртшылыққа, көпшілікке, бүкіл қауымға, ауылға да беріледі. Мысалы, әр күнің наурыз күніндей берекелі болсын, ұлың ұяға, қызың қияға қонсын, еліңе елеулі, халқыңа қалаулы бол, бақ берсін, қыдыр дарысын. Наурызда алған батаның орны бөлек, жақсылықтың белгісі саналады. Наурыз жұмбақ. Наурыз жұмбақ наурыз құрметіне шығарылған жұмбақтар. Наурыз жұмбақ табиғат құбылыстарына, жер анаға, көктемгі күн теңелуіне арналады. Қыздар мен жігіттер өнер жарыстырып, табан астында өлеңмен жұмбақ айтысқан. Наурыз төл. Наурыз төл наурыз айындағы төл. Наурыз төлі төлдің басы болғандықтан, қазақтар алғашқы туған қозыларды, бұзаулар мен құлындарды ерекше күтіп бағады. Оларды өскеннен кейін де ешкімге сыйға тартпайды. Әдетте мұндай малды тек өз отбасына, отбасылық мерекелерге немесе айт кезіндегі құрбан шалуға байланысты ғана сояды. Наурыз көк. Наурыз көк наурыз айында ұшып келетін көктем құсы. Көлемі шағын ғана, осы құсты шығыс елі күтіп жүреді. Оны алғаш көргендер: наурыз көгім, келдің бе деп шақырады, жем шашады.
Наурыз көкті ешкім қумайды, үркітпейді, оны бақыт құсы қатарына қосады. Наурыз шешек. Наурыз шешек гүл, бәйшешек. Наурыз айында ол бірінші гүлдейді. Майының дәрілік қасиеті бар. Қазақстанның таулы аймақтарында оның бірнеше түрі өседі. Наурыз шешек қызыл кітапқа енген сирек кездесетін өсімдік. Наурызша. Наурыз айында кейде күн жылыда көз қарықтыратындай әппақ, жұқа әдемі қар жауады. Күннің көзінде аз уақыт қана жалт-жұлт етіп, құбылып, тез еріп кетеді. Өте ұлпағар. Оны наурызша деп атайды. Наурызша көктемнің алғашқы тынысы. Шуақты күндердің хабаршысы. Саумалық. Саумалық тілек жыр. Наурыз айында жаңа жыл келіп, алғашқы рет күн күркіреп, жаңбыр жауған соң, ауыл тұрғындары көшеге шығып, қуаныштарын білдіріп, саумалық айтады. Саумалық, саумалық, наурызымның көк құсы, ұйқыдан көзін ашты ма? Саумалық, саумалық, Самарқанның көк тасы, жібіді ме, көрдің бе? Саумалық, саумалық, ескі жыл кетіп, жаңа жыл келді. Ескі жыл есіркей кет, жаңа жыл жарылқай кел деп, бір ескі ыдысты сындырып, жамандық кетсін деп ырым жасайды.